Шоқан Уәлиханов атындағы Жамбыл облыстық әмбебап ғылыми кітапханасы Иманжүсіп Құтпанұлының 160 жыл толуына орай «Даланың дара дүлдүлі» тақырыбында шығармашылық бейне этюдті оқырмандар назарына ұсынады. Иманжүсіп атамыз жасынан өлең жырға, шешендік сөзге құмар болып өседі, серлік салтты ұстанады. Жауырыны жерге тимеген палуан атанады. Дәлірек айтқанда, бір басына сан түрлі өнер қонған елдің рухты азаматы болады. Саңлақ сарбаз бала кезінен Біржан Сал, Ахан Сері, Үкілі Ыбырай, Балуан Шолақ, мәди әндерін айтып ер жетеді. Жалпы Иманжүсіптің шығармалары өте рухты, еркін, сазды келеді. Заңғар ғалым Қаныш Сәтбаев та оның әндерін жоғары бағалаған. Бұғалы мен тағалы, сары мойын, ішім өлген, дүние-ай, құр сыртым сау, мен қалайша жалғанда тұрақтайын секілді туындыларын ел әлі күнге үйіп тыңдайды. Танымал жазушы Зейтін Ақышев Иманжүсіп жайлы Шынардың шыбығы деп аталатын роман жазған. Көрнекті қаламгер Оразбек Сәрсенбай ағамыз да дауылпаз тұлғаның өмірі мен өнері туралы көбірек қалам тербетеді.